Көктем келді дегенше шалғамға тоятын кез келді дегейсің. Базар сөрелері ал-қызыл жаңа піскен шалғамдарға толып, менен тезірек салат жаса деп тұрғандай болады. Шалғам негізінде шомырдың бір түрі болып табылады. Жер бетінде шалғамның 3000-ға жуық түрі бар екен. Және көбі улы болып келеді екен. Бірақ жеуге болатын түрлері де аз емес. Соның бірі біз тұтынып жүрген ал-қызыл шалғамдар. Шалғамның пайдалы қасиеттеріне тоқталып өтейін. Шалғам көктемгі авиовитаминозды жеңетін бірден-бір көмекші. С дәруменіне бай. Көкөністің тұрпаты қызыл болған сайын аскорбин қышқылы мол дегенді білдіреді. Сонымен қатар шалғамды Б тобының дәрумендері бет жүзімізге қан жүгіртетін темір, жүректің жұмысын жақсартатын калий, магний де бар. Құрамындағы клетчатканың көмегімен зиянды холестериндердің көлемін азайтып, ағзаны токсиндерден тазартады. Сонымен қатар шалғам ерекше зат фитонцидтерге ие. Бұны табиғи антибиотик десе болады. Сол себепті осы бір ащы көкөністі жақсы көретіндер суық тиюдің алдын ала алады. 100 грамм шалғамда бар жоғы 14 кал болады. Сол себепті шалғамнан еш толмайсыз. Керісінше шалғам май жиналудың алдын алып, зат алмасу процесін жақсартады. Яғни азу процесін жылдамдатады. Ағзадағы қант мөлшерін қалыпқа келтіреді. Шалғам диетологтардың ең жақсы көретін көкөнісі. Айтпақшы, шалғамның жапырағы да дәруменге бай екенін білесіз ба? Сол себепті оларды лақтыруға ешқашан асықпаңыз. Жапырағын салатқа қосып, не болмаса 40 қабат сияқты буға пісіріп алсаңыз, жеуге өте тиімді болады. Шалғаммен емделуге болатынын білесіз бе? Жаңа піскен шалғамнан жасалған кашадан компресс жасап, радикулитті емдеуге болады екен. Басыңыз ауырғанда, жаңа сығылған шалғам шырынымен маңдай, самай, кеңсірігіңізді уқалаңыз. Іш қатқан кезде шалғам жапырағының жасалған тұнбаны ішсеңіз болады. Бір үлкен қасық жапыраққа 1 стакан ыстық су құйып, 1 сағатқа бетін жауып қойыңыз. Тамақ ішіп болғаннан кейін 20 минуттан соң күніне 3 рет ішесіз. Ем 2-3 күнге ғана жалғасады. Іш қату қоймаса, дәрігерге барған жөн. Шалғамнан бет терісіне пайдалы маска жасап, косметология саласында да пайдалануға болады. 2-3 шалғамды ұсақтап турап, 5-6 тамшы өсімдік майымен араластырып, 1 шай қасық крахмал қосады. Қоспаны бетіңізге жағып 10 минут ұстасаңыз, бетіңіз балғын түрге еніп, ажарлана түседі. Шалғам сатып аларда мынандай нәрселерге мән беріңіз. Шалғамды дұрыс таңдай біліңіз. Көкөністің түсі ал-қызыл, терісі теп-тегіс болуы қажет. Егер қарадақтар пайда болған болса, көкөніс бұзылайын деген сөз екен. Ал егер жұмсақ болса, ол сортты шалғамдар талшықты дәмсіз болады. Мұндай шалғамнан аулақ болғаныңыз дұрыс. Сатып алынған шалғамды тоңазытқышта сақтаңыз. Жапырағымен 2-3 күн, жапырақсыз 1 аптаға жуық сақтауға болады. Есте сақтаған жөн, асқазан ішек ауруларымен ауыратын адамдардың шалғамды көп пайдаланудан бас тартқандары жөн. Бұл аурудың асқуына әкелуі мүмкін. Аптасына 1 рет жесеңіз де жеткілікті. Шалғам мағынасы бар, пайдасы бар. Рахат, бұл туралы көп айтылуы мүмкін. Бұл қарапайым шалғам емес. Қыстан қалшылдап шыққан адам организміне өте керекті дәрумендерді беретін
шалғам туралы айтайын. Өйткені ол әр көктемде қымыздан кейін қалпына келтіруге көмектесетін дәрумендер мен басқа да пайдалы заттардың байлығымен қуантады. Бұл оның пайдалы қасиеттерінің арқасында шалғам ежелгі дәуірден бастап көптеген адамдардың сүйікті өнімі болып қала береді. Сіз өзіңізді соттаңыз. Бір реттік редис. Сіз күнделікті ас карбин дозасымен қамтамасыз етілген. Салмағын жоғалтқан кезде ол да қажетті өсімдік болып табылады. 100 грамм шалғам 14 калориядан ғана тұрады. Бұл шалғамдағы майдың тұтынуына жол бермейді. Метаболизмді жақсартуға көмектеседі. Сондықтан дұрыс тамақтану үшін диетологтардың ұсыныстарына құлақ асқаныңыз дұрыс. Және осы түбірдің алуан түрлілігі таңқаларлық. Қоңыр бұршақ, күлгін, сары және ақ жемістерді қараған кезде сіз барлық шалғам екенін ұмытып кетесіз. Барлық туыстардың дәмі бірдей, бірақ салаттар, сорпа және екінші курстарға арналған бояғыштар өте көп. Шалғамның артықшылығы туралы айтайын. Құрамында көмірсулар, ақуыздар, азотты және күллі заттар, витаминдер, минералдар, тұздар және фитоцидтер. Суық судың алдын алу үшін ең жақсы көмекші деп танылған табиғи антибиотиктер құрамында толып тұр. Ең пайдалы бөлім шалғам. Салаттарға арналған көкөніс ретінде ұнтақталған және ұнтақталмай турапты қолдануға болады. Сондай-ақ сорпа, бүйір табақтар, қайнатылған және тұздықтарға қосылуға болады. Ерте көктемде шалғамнан әртүрлі салаттар дайындауға болады. Соның бірі күнделікті үй жағдайында пайдалануға болатын ең оңай салаттың түрі. Шалғамның 5-6 басын майдалап турап, оған әртүрлі көкөністер, укроп және көк пиязды пайдаланып, тұз және айран қосып жақсылап араластырсаңыз, сізге таптырмас дәрумендерге бай керемет салат болып шығады. Айранның орнына қаймақ қолданса болады. Көктем келді дегенше шалғамды, яғни редисканы молынан пайдаланып, өз күш-қуаттарыңызды арттырып, организмдеріңізді дәрумендерге байытыңыз. Видеом пайдалы болса, лайк және комментарий қалдырып, маған подписаться етуді ұмытпаңыз. Бұдан да көп әртүрлі көкөністер мен өнімдерге пайдалы заттарды, пайдалы ақпараттарды ала аласыз.